Қуанамын мен де, қуанасың сен де, қуанасың достарым, арайлап атқан күнде. Жарайсыңдар. Балалар, қазір жылдың қай мезгілі? Көктем. Дұрыс айтасыңдар. Толық айтамыз, көктем Мезгілі. Көктем мезгілінде ауа райы қандай болады? Сәл суықтау. Иә, сосын тағы не болады? Қандай өзгерістер болады? Жаңбыр кезеңінде жауады. Иә, сосын тағы да не ериді? Қар ериді. Сосын ағаштардан бұтақтар жабылып, жайлап гүлдер жапырақтар шығады. шығады. Иә, дұрыс айтасыңдар. Балалар, көктем мезгілі неше ай бар? 3 ай бар. Ескеп жүрек қандай бар? Наурыз, сәуір, мамыр. Балалар, бүгін аптаның қай күні? Мамыр. Жоқ, бүгін аптаның қай күні? Сейсенбі. Сейсенбі, тамаша, жарайсыңдар. Балалар, каникул отырамыз барлығымыз. Бүгін бізде сурет сабағы. Сурет сабағында біз балалар көбелек деген тақырыппен танысамыз. Қанекей барлығымыз теледидарға назар аударамыз. Көбелекті көріп тұрсыңдар ма балалар? Көріп тұрмыз, иә? Көбелек өте қандай үлкен болып көрініп тұр, иә? Көбелектің неше қанаты бар? 2 қанаты бар, 1 қанат 2 бар. Неше мұрты бар? 2 мұрты бар, 2 көзі бар, 1 мұрны бар, және құйрығы бар, иә? Қысқаша көріне ме? Денесі, иә? Денесі бар, иә? Көріне ме денесі? Балалар, көбелектер бізде әртүрлі болады. Көбелектер қандай жыл мезгілінде ұшып жүреді? Жаз мезгілінде ұшады. Көктем кезінде олар оянады, өздерінің үндерінен шығып, не істейді? Оянып шығады, иә? Көбелектер әртүрлі болады, иә, балалар? Көбелектер немен қоректенеді, айтыңдаршы? Көбелектер кішкентай заттармен, гүлдермен қоректенеді, иә? Көптеген жидектерден, жәндіктерден қоректенеді, иә? Тамаша. Жарайсыңдар, балалар, көріне ме? Қазір қарап жүрейік, қандай көбелектер бар екен, балалар, көріне ме? Көбелектердің әр түрі болды екен, көрді ме? Қаралы, иә? Әкем басылған, және көкшыл бар, гүлдің ортасының көрді, балың көбелек не істейді? Қоректеніп жатыр, көрдіңдер ме? Ең бірінші суретке қараңдаршы, бұл көбелек ерекше көбелек, иә? Көрдіңдер ме? Ол не істеп тұр? Ол жапырақтардан қоректеніп жатыр, иә? Қоректеніп балалар олар өздеріне тамақ ішіп жатыр, иә? Мына жерде көрдіңдер ме, балалар? Мына қай жерде күнбағыстан қоректеніп жатыр, көрдіңдер ме, балалар? Мына көбелек әртүрлі болған олар әртүрлі тағамдар жейді. Ал мына көбелекті қараңдаршы, үлкен такой жапырақтар көрдіңдер ме? Үлкен жапырақтар не істеп тұр? Қоректеніп отыр. Балалар, көбелектер бізде көбінесе жаз мезгілінде ұшады, иә? Жаз мезгілінде. Ал күз мезгілінде не істейді олар? Қайтып өздерінің үндеріне кіріп не істейді? Ұйықтайды. Бүкіл балалар, кәнекей барлығымыз айтып өтейінші, көбелек, бабочка, жәндік, насекомый. Дұрыс айтасыңдар. Көрдіңіздер, көріп шығайды. Бізде көбелектер болғасын әртүрлі көбелектер болады. График арқылы есіндегі сурет салуды үйретемін. Қазір ары қарай жұмысымызды, оқуымызды жалғастырамыз. Балалар, қараңдар. Бұл бізде жәндіктер, иә? Жәндіктерге көбелек жата ма? Жатады көбелекке. Енді қарап өтейікші. Көбелек, қоңыз, ара, сона, бүйі бар, көріне бүйі? Бүйі, және ұзын аяқ бар. Ұзын аяқтар бұлар қай жерде болып жүреді, балалар? Суға түскенде кешке ара шыққан шығады ма? Шығады, сосын ол не істейді? Адамды шағады, иә?
Сондықтан біз оған не істейміз? Бізді шығын шақпау үшін әртүрлі нелер жағамыз, спрейлерді жағамыз. Мынандай бейілер балалар, олар көбінесе үлкен таулы жерлерде болды бұл бүйелер. Сосын бұрынғы баздар болды ғой, бұрынғы ауылда тұратын, соның ішінде болады. Сондықтан абай болуымыз, Маса не істейді? Қара масада? Қара маса не істейді? Олар көп жерде ұшып жүреді, Жарайсыңдар, көріне ма? Мынау аралар, аралар қайда жүреді бала? Аралар қайда өзеді олар? Олар бал жинайды, бал. Араның жанындағы бал жинайтын жерге барсақ не істейді? Шағып алады. Көрінде ма? Сондықтан біз әрқашанда сақ болуымыз, бүкіл жәндіктерден. Көрінде ма? Жарайсыңдар балалар. Келесі тапсырма қарай балалар. Жәндіктер, көрінде ма? Бізде жәндіктер шегіртке бар. Бұл шегіртке бар, көрінде ма? Қандай ұзынша деген. Шегірткелер олар көбінесе егін басында болады, егін болады ғой. Мысалы, ас бұршақтар егілгенде, күнбағыс егілгенде, және егін егіледі ғой. Сол жерлерде бізде осындай шегірткелер көп болады, Өйткені олар неге жасыл түсті? Олар жасыл жерді жақсы көреді. Көбінесе олар жасыл жерде жүреді. Асысар көрді ме? Жасыл жерде жүреді. Көріне ме балалар? Мынау бізде қоныс. Көріне ме? Қоныс. Қоныс үстінде далада кездесесіңдер ме? Кездесеміз ғой далада. Далада осы қара қоныстар осындай кездеседі. Жаздың бір андасында жерге қарап қойды, жерлер болды ғой, далада жүргенде. Сол жерде олар көрінесе жүреді, көріне ма? Құмырсқалар балалар, қай жерде жүреді құмырсқалар? Мен бір кезінде айта ғой. Қара түсті. Қонызды мен үйде кем бүктерді қанда көрдім. Дұрыс айтады, көрдің бе? Бізде қонызды көріп дейді. Сау бола ғой. Көрдің бе? Құмырсқалар балалар, құмырсқалар қай жерде? Ол құмды жерде жүреді, ыстық жерлерде өздерінің үндері болады, Олар өздері көптеген қоректенетін тамақтар әкеледі, құрт әкеледі, піскен жемістер, көптеген заттарды, көптеген тағамдарды алып келеді, Әрі қарай жалғастырамыз, көріне ма? Міне бізде маңдай осындай үлкен әдемі көбелек. Алдарында балалар, сендерге түсінікті, көбелек туралы, көбелек, жәндіктер қайдан пайда болады, қандай екен, қай уақыттарда шығады. Балалар, бұл жаңағы еске түсірсек, бұл қоныздар болсын, мына шегіртке, инелік болсын, олар қыстың уақытта не істейді? Ұйықтайды. Жердің астында олар ұйықтайды, Ал көктем жазға қарай істейді? Шығады, Олар бүкіл тағамдар, көптеген мысалы, қоректенетін құрт болсын, тағы да кішкентай алма кесілген болсын, кішкентай жапырақтар болсын, мысалы, дәндер болсын, олар не істейді? Олар барлығын өздерінің үндеріне апарып, не істейді? Жинайды. Қыстыққа дайындалу үшін, олар жинап, сосын қыстықта олар не істейді? Өздері ұясында жарайсыңдар. Енді балалар, кәнекер әрі қарай жалғастырамыз. Жәндіктер туралы сендерге түсінікті, Жәндіктер көп болады, жаңағы инелі, құмырсқа, құрт болсын, жаңағы көптеген көріне ма? Енді барлығымыз алдарымызда не жатыр? Қарамаймыз алды, алдарымызда не тұр? Мынандай бір парақ жатыр, Көріне ма? Бір парақ. Ол парақты балалар біз не істеу керекпіз? Қазір сендерге айтып өтейін. Балалар, көріне ма? Біріншіден барлығымыз қарай. Міне, мынандай бір парақты көріне ма? Бұл парақты бізге біріншіден не істесін дейді бірінші тапсырмада? Ортасынан қарағандашпен, сызғышпен не істеу керекпіз? Сызу керекпіз, Мұхтар бәріміз тыңдаймыз. Содан соң
қолымыз былай сәл былай келу үшін не істейміз? Міне мынағанда кішкентай мынандай қолқаламмен, міне бала қолқаламмен міне алып қояға, қолқаламмен алып, түстерді алып, не істейміз? Басамыз, я? Балалар, бұл бізде технологиямыз Құдай сақтасын. Томбография дейді, көріне ме? Томбография. Балалар, қараңдар, міне, біз екіге бөлдік қой, я? Қараңдар. Екіге бөлгеннен кейін, жаңағы бір қолымызды былай қойып, мысалы, да, былай, қоймай қойып, мысалы, я? Міне, екіге бөлгеннен кейін, сосын аламызды не істейміз? Бұл жерге кішкене бояуларды жағамыз. Жаққаннан кейін, міне, кәдесінде көрсетіп кейін, міне. Балалар, қазір сарғаны күте тұрыңдар. Міне, балалар, бұлай бөлдік, я? Міне бөлдік. Бәріміз мұнда тыңдаймыз. Бұлай бөлгеннен кейін, балалар, мына жерге сәл ғана, кішкентай ғана тамызамыз. Нені тамызамыз? Бояуды қылқанғанмен тамызамыз. Көріңдер ма? Мына жерге ғана, мынау сол жаққа ғана тамызасыңдар, я? Содан соң алып, бұны біз не істейміз? Бүк түйіміз бір қалыпты қылып, я? Бір қалыпты бүктегеннен кейін, осылай кішкене не істейміз? Қолмен жабыстырамыз. Жабыстырғаннан кейін, ашқанда не шығады? Осындай көбелек шығады, я? Содан соң көбелек болу үшін ортасынан бөлгенді алып, осылай алып не істейміз? Қылқаламен, балалар, не істейміз? Қылқаламен осылай бояуды келтіреміз, я? Сарғана келтіріп, құйрығын, мұрнын, екі мұртын осылай келтіріп жасаймыз. Сендерге түсінікті ма? Балалар, бұл біздің технологиямыз таңба технология. Көрінген, бірінші біз бір жағына саламыз. Бірінші біз не істейміз? Сызғышпен сызамыз, қарындашпен сызамыз. Содан соң бүктемейміз. Бір жақ қырын былай қылдырып, кішкене тамызамыз, я? Молдырақ қылдырып, я? Я, мұндай сияқты көріне ма? Сосын бұны бүктегенде балар, сонда бұлай жабыстырып ашқанда не шығады? Көбелек шығады, көріне ма? Көбелек шығады. Сосын біз кішкене бояулаған жерлерін істейміз, қаламен әрі қарай жалғастырып жұмысымызды істейміз. Түсіндірмесіңдер? Кәнеке, барлығын алданын қараймыз. Бұл біздің суретіміз симметрия деп аталады. Көрдіңіз ме? Симметрия деп. Кәнеке, ортасына бөлеміз. Ортасына бөл. Бұлай бөл, қарындашпен. Бөлеміз. Кішкен бұлай қаралым деген. Алинұр, алда қара. Алинұр, алда қара. Кішкене тұрсаш тұра ғой. Отыра. Алдына қараймыз. Кәнеке. Қарындаш болды. Бұлай ортасынан сызия. Ортасынан сызған соң бала қарындашпен сызғышты қайтып орнына салды. Дұрыс келді. Енді салды, салып қойды. Жарайсыңдар. Қарындашты орнына саламыз. Кімге түсінікті болмайды, мен сендерге көмекті көрсетіп жіберемін. Ені? Дұрыс, теңіз кәнеке. Я басасын. Балалар, түстер, түн айтайын да қандай түс болу бізде, бояғыштар, қараңдар. Қызғыл түс, қызыл түс, сары түсті, жасыл және көк түсті болсын. Қара түстіме, қоны түстіме пайдалану керек емес, я? Өйткені ол әдемі болмайды.
Kaneki kardeşler salındırın. Kul kalanlarımızı alamız ballar. Kul kalanlarımızı alamız. Alınlarını bir boyavda alamız. Kızıl tütün alınır. Kızıl tütün. Kızıl tütün boyavda alamız. Alınlar ya. Endi tamam. Bulay aramızda, bulay tamız ballar. Bulay basamız. Moldrap olsun ya. Kaneki. Mine karandarsın ballar. Birinci karavandır ballar. Men iki rет ayttım, üç rет ayttım mine karandarшы. Ballar karandar. Mına ortasına bölünген ya, sızıkша. Sендер tek қана мына ортасынан бөлінген ортасынан сендер тек қана мынау жақ мына жақ маңайын не істейсіңдер? Немен бояумен басасыңдар, иә? Басасып, содан соң оны не істейміз? Екі бүктеп, екі бүктеп алып шыққанда не болып шығады? Бұл симметрия арқылы істелінген көбелек болды, иә? Сонда мына бояу мына жаққа жабысады ғой. Сонда не болып шығады? Көбелек болып шығады. Содан соң көбелекті ақырын қарай, ары қарай басып, мұрнын, қанатын әдемілеп басамыз. Істейдер. Айван ала ғой, жасыл алды, осы басқылар. Бұл басы шырейді, қызыл ұштағы. Сен де басқылар. Так, басамыз, тез-тез балалар жұмысымыз жасаймыз. Қазір көңіл көрсетемін. Балалар, бұлар көбірек басыңдар. Міне көрінеді, көбірек краскамызды басамыз. Бояуымызды басамыз көбірек балалар. Енді былай аласында. Балалар қараңдар. Айваннан істегені қалай күшті болып шықты, көрінеді ме? Енді айванның жалғастыру осылай істеп, иә? Құйрығын не істеген? Қарайсыңдар. Так, балалар. Міне, балалар, қараңдар. Міне, бұлай. Қараңдар, міне, балалар, бұлай істеді. Енді мен істеймін бұны жабыстырамын. Бұл біздің технологиямыз. Симметрия дейді, көрінеді ме? Симметрия арқылы. Сосын әрі қарай, осылай мұрнын, екі көзінің, көрінеді ме? Жалғастырамыз. Енді жабыстыр. Жабыстыр. Стендер. Қане. Енді балалар Канеке, жұмыстарымыз істейміз. Қарайсыңдар, Канеке, барлығымыз кішкене сергіту сәтін жасап аламыз. Канеке, барлығымыз тұрайық. Тұрамыз барлығымыз. Канеке, балалар. Барлығымыз тұрдық па? Канеке, көбелек ұйықтайды. Көбелек оянады. Арқа қанаттарын қағып.
Еркін ашып, ұшып кетеді. Тағы жасаймыз ба? Балалар тағы бір айтамыз ба? Балалар көбелек ұйықтайды. Оянады. Арқы қанаттарын артқа қағып, ұйқыларын ашып, қанаттарымен ұшып кетеді. Жарайсыңдар, отырыңдар. Жұмысымызды жалғастырамыз. Тамаша, жарайсыңдар. Енді мұрнын жаса, денесін жаса, көрдің бе? Сен де мұрнын жаса, денесін жаса. Мына жерде дене екі жапырағын әдемілеп бояйсыңдар. Былай алып, ал келтіріп, сосын ортасына денесін, мұрны, екі көзін жасайсыңдар, Айлар түсінікті ма? Денесі, көзі және екі мұрны, Так, бұл жерге денесін істеді, бұл жерге көзін жаса. Өзін істеп береді, не саған не көмектесен, өзіне береді. Денесін жасайсың, көбелек. Міне қарасыншы көбелекті көрме? Біріне. Үшінші тапсырманы қарашы үшін суретте балалар. Енді міне осыны жалғастырып, қылқаланың ақырын ғана жептерімізді істейміз. Қылқаламен басамыз, көрдіңдер ме балалар? Басы, екі қанатын көрдіңдер ме? Сосын мұрнын және денесін. Дұрыс аға. Дұрыс істеп. Енді денесін көрдің бе? Сосын мұрны екі құлағы. Дұрыс істеп. Жарайсыңдар балалар. Денесін жалғастырамыз. Не болды? Денесін ба? Денесін қызғылт түспен бояуға болады, көріне ма? Қызғылт түспен. Мұрны, міне, және екі мұрты, көріне ма? Тамаша, жарайсыңдар. Кәнекейді ашып көрші міне. Кәне ашып көрші. Қалай болған. Қандай тамаша балалар көріне ма? Жарайсыңдар. Жұмысымызды жалғастырамыз. Тамаша. Балалар, кәне, давайте тез. Өте әдемі. Әдемі істедіңдер. Кім болды? Сен денесін істер міне. Қара. Көрдің бе? Денесі, екі мұрты, құйрығы. Салатқамыз томография арқылы осындай сурет салғамыз, көріне ма? Еске түсіру тек, томография арқылы. Өйткені біз айттың ба, түсінерді парақ екіге бөлді. Бір қырына бір жақ көбелектің қанатын салып, бояп жабыстырдық сонда. Не шықты? Балалар, еске түсірейік? Көбелек. Балалар, көбелектер қай жыл мезгілі ұшады? Күз мезгілінде. Неге күз мезгілінде? Жаз мезгілінде ұшады. Біздің ойымыз артығын тап дидактикалығын ойнаймыз, Мына жерде қараңдар. Бізде жәндіктер тұр, Және кім ойлайды? Бұл жерде қайсы артық бізде сурет? Қолданыз көтереміз. Асыл, балық, дұрыс айтасыңдар. Балық жәндікке жата ма? Жоқ. Балық ол қайда өмір сүреді? Суда.
Kızlar, kelesi tapsırmamız oylanda tabamız. İnelik ve köpeyliktin birin salыстırıp aymaşlığın tap deydi. Balalar, bu bizde köpeylik, bu bizde inelik. Kim bana aymaşlığını aytadı? Kim aytadı? Kim aytadı? Mansur aytasın mı kaynatıdır? Sebebi Otra. Sebebi? İneliknin kanatı ülken, ineliknin kanatı kıskıntar. Jinişkiye gelgen ya, dұрыс айтасыңдар. Сосын қандай айырмашылығы бар? Инеліктің İnelikte ayaktары var. ұзын ya, ал көбелектің аяқтары Kıska. қысқа. Және қандай айырмашылық бар тағы да? Инеліктің денесі ülken. ұзын ya, ал көбелектің Köpeyliknin denesi kıska. тағы қандай айырмашылық бар? Қандай айырмашылығы бар? İneliknin gözleri de Үлкен, ülken. ал көбелектің Al köpeyliknin gözleri kıskıntar. көбелектің Gözleri кішкентай. Дұрыс айтасың, тамаша, тапсырманы орындадың. Балалар, дидактикалық ойын не артық? Мақсаты жәндіктің ішінен артық заттар. Балалар, міндетте бізде жәндіктер бар, я? Және оған тағы да не қосылған? Қандай бізде, қайсы бізде артық болады? Кім айтады? koz. Кім айтады? Қане, қолдарымыз көтереміз. Koz. Айлина, қайта ғой. Koz. Құстар, қандай құстар? Қане, бәріміз көмек береміз. Қандай құстар? Сауысқан, тор, Kolay. Karga. және үкі. Тырна, кешінде бар. Тырна, я? Балалар, бұлар бізді жәндікке жата ма? Жоқ, жатпайды. Ол қандайға бізге жатады? Қандай? Құстарға жатады, я. Дұрыс айтасың, құстарға да. Көрде ме балалар? Біздің жәндіктерді да, жәндіктермен біз таныстық, я? Қандайға? Көрде ме балалар? Айырмашылығын біз білдік, я? Айырмашылығын білдік. Жарайсыңдар. Балалар, сендерге сабақ ұнады ма? Ұнады, я? Біз сабақ барысында немен таныстық? Қандай тақырыппен таныстық? Көбелекпен таныстық, я? Тағы немен таныстық, балалар? Жәндіктер, қайда? Өмір сүрген. Және айырмашылығын қандай ойнадық? Дидактикалық ойын ойнадық, я? Дұрыс айтасыңдар. Және біз сурет не істедік? Не істедік бұл сурет? Сурет салдық. Қандай технология немен біз салдық, балалар? Қандай технологиямен біз таныстық? Тамбография. Біз не істедік біз оны, балалар? Бір жағын бояп, оны жабыстырдық, я? Қағазымызда. Шыққанда не болып шықты? Көбелек болып шықты, я? Көбелек болып шықты. Сендерге сабақ ұнады ма, балалар? Жарайсыңдар, балалар. Сендер бүгін сабаққа қатысқандардың өте қуаныштымын. Сабаққа жақсы қатыстыңдар. Жарайсыңдар. Кәне, барыңыз бір-біріңізге.